Біз әйелді жылу дейміз, күн дейміз. Әйелдерден бар жақсыны іздейміз. Отбасына арнап барлық жылуын, ал өзінің құр қаларын білмейміз. Біз әйелдің қырық жаны бар дейміз. Айтқан уәжін кейде құлаққа ілмейміз. Отбасы үшін бәйек болар сол жанға сәл қамқорлық танытуды білмейміз. Біз әйелді сұлу дейміз, гүл дейміз. Жұпар шашып әдемі болып тұр дейміз. Гүлдің мәңгі құлпыруын қалаймыз, бағбан болып бабын таба білмейміз. Әйел деген анаң, қызың, қарындас, одан жақын, одан қамқор табылмас. Әйел деген адал жарың, сүйіктің, бір болуға таңдап алған тағдырлас. Әйел сені шақырады сабырға, қарсы тұрып бір сен үшін тағдырған. Әйел сүйсе, отбасы үшін шыдайды, қарсы тұрып дауылға да жаңбырған. Кейде үйіңнен естілсе де сылдыры, әйеліңнің назы деп ұқ сен мұны. Қырсықтанса көтере біл, ер болсаң, еркелігі бұл әйелдің бір қыры. Өмір мәңгі бола бермес тең тегіс, кездеседі қиындық та кептеліс. Ақылды әйел қамқор болар барынша, ашу менен қарағанда ертеріс. Не көрсең де деме оны тағдырдан, жылуын бер, қорға оны жаңбырдан. Қорғап тұрар кеудеңдегі жүректі, әйел деген сенің қисық қабырғаң. Авторы Меңдігүл Мұхамеджанқызы, оқыған Айнұр Ерболатқызы.